Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Осы форматта видео жасағаным дұрыс болар. Бүгін 5-ші қорқынышты мультик шығарылымы. Сіздердің арқаларыңызда мен мынандай нәрселер қарап жатырмын. Пиздец, Осындай мультиктерді көргенде ең қиыны не екенін білесіздер ма? Ол сіздер 2-3 мультик көресіздер, ал мен видеоға өте көп мультик қараймын. Ең қиыны ол жерден мағына іздеу. Әсіресе егер дым түсінбесең. Алайда сол мультиктің астына лайк санын көргенде, мұнда по-любому мағына бар дейсіз. Кейін 5 рет қайта-қайта қарап, қаншалықты ақмақ екеніңді сезінесің. Мүмкін мен жалғыз осындай емес шығармын. Мультик The Sad Man немесе қайғылы адам деп аталады. Сурет шынымен де қайғылы атмосферада. Меланхоличный өлең мультик соңына дейін созылады. Және басты кейіпкердің қорқынышты түрі. Бұл, мен оны адам деп айтпас едім, жаратылыс деп айта берейік. Жаратылыс жай үйінде отырып, кейін сыртқа шығады. Ол 2 аяғымен емес, 8 саусағымен қозғалады. Әр қашанда жалғыз жүреді. Қала толық жойылғанын көрсек болады. Адамдардың сүйектері де жерде жатыр. Жаратылыс балалар ойнайтын алаңға келеді. Үйіне қайтады, келіп, қайтып, кетіп жүреді. Бір кезде ол мұңаяды да, осы кезде сұрақ. Неге тырнағын сындырып жатыр? Жекемен мұңайсам, олай істеп көрмеппін. Содан кейін жерге жатады, ал бетіне құмырсқалар қаптайды. Жаратылыс тағы сыртқа шыққанда бір тірі баланы көреді. Қыз ол түсініксіз, көйлекпен жүрген қыз сияқты. Ол жаратылыстың саусағын көріп, байлап береді. Екеуі дос болып кетеді. Бірге уақыт өткізіп, качеляда, қалада қыдырып, өлген мысықпен ойнайды, сурет салады. Нағыз достар не істейді, солай уақыт өткізеді. Қыз жаратылыстың маскасын шешкенше. Ол монстр болып шығады. Бір кезде ол үйінде әлгі суретке қарап отырады. Суретте қыздың басы жоқ болып кеткенін көрсетеді. Жабық есік артында. 2-ші мультиктің аты. Ол жерде бала және оның қорқыныштары жайлы айтылады. Қараңғы бөлмеде шкафтағы монстр баланы қорқытады. Алайда жарық кезде оның алқаш әкесі одан да қатты қорқынышты болып келеді. Әкесі үнемі жаман күйде болып, анасын ұрып соғады екен. Бір кезде бала шкафты ашады, алайда монстр оның артында пайда болады. Қорыққаннан бөлмесінен жүгіріп шықса, әке шешесі ұрысып жатқанын естиді. Артынан ыдыс аяқ сынғанын естіп, басынан қан аққан анасы жатады. Бала тездетіп бөлмесіне қашады. Әкесі кіріп келгенде оған монстр секіреді. Әрине бұл жерде ешқандай монстр жоқ, ол баланың санасындағы қорқыныштар. Әкесінің кесірінен пайда болған қорқыныш. Ақыры сол монстр әкесін өлтіреді. Өз балаларымен жаман мәміледегі жаман ата-ана жайлы Эми деген мультик айтады. Қыздың анасы дүниеден өткен сияқты. Ол әкесімен тұрып жатады. Мүмкін әкесі анасын өлтірген де шығар. Мүмкін туған әкесі емес те шығар, білмеймін. Қыз өте нәзік, барлық нәрседен қорқып, 24 сағат телевизор көретін әкесінен еш қалай кедергі келтірмеймін деп жүреді. Ол бөлмесіне тығылып барады. Алайда әкесі сонда да бөлмесіне кіріп келеді. Ары қарай түсінікті шығар. Өкінішке орай педофил әкелер қазір аз емес. Бұл шынымен қорқынышты нәрсе. Алайда бір кезде қыздың шыдамы таусады. Әкесін өлтіруге шешім қабылдайды. Асханадан пышақ алып, әкесін өлтіріп, ұсақ бөлікке турайды да мысығына береді. Негізі сондай әкелерге осы жаза жарасымды болып келеді. Ақыры шынымен де крутой мультик. Мағынасын адамдар әрқалай түсінеді. Соның арқасында мультикте крутой жасайтын да осы шығар. Әр адамның ойы әртүрлі түсінсе. Мультиктегі оқиға Хэллоуин кезінде өтіп жатады. Бала өз құрбысын күтіп тұрады. Ол осы күні келемін деп сөз берген шығар. Ол далаға шығып, қызды қыдыруға шақырады. Мамасы фотоға түсіреді, олар кетіп қалады. Бізге өткен жылдағы Хэллоуинді көрсетеді. Бала үйіне келгенде хатты көреді. Біз азық-түлікке кеттік, достарымен ойнай тұр, тез келеміз, деп ата-анасы жазып кетеді. Баланың достары болмаған сияқты, ол жай ғана есік алдында отырады. Бір кезде құрбысын көреді. Ол кезде олар таныс емес еді.
Ол танысуға жүгіріп келеді и дос болып кетеді. Сөйтіп қазір біздің кезде олар тәттілер сұрауға қыдыруға шығады. Кәмпит немесе өмір деген бір бәле бар екен ғой. Үй аралап жүріп бала бір әділетсіздікті байқайды. Кәмпиттің барлығы балаға беріліп жатты, ал қыз бос желекпен жүреді. Сөйтіп бала үйге келгенде ата-анасы және дәрігерді көреді. Мамасының қолынан қағазды байқап тартып алады да бір диагнозды көреді. Алдамшы дос. Ол не екенін түсінбей анасынан сұрайды. Анасы әлгі суретке түсірген планшетті көрсетеді. Осыған сене алмай, бала құрбысы екеуінің жақсы көретін жеріне қашып кетеді. Қаланың бір шетінде отырғанда қыз оны орманға қарай шақырады. Сөйтіп тыныш жерді ағаш астынан табады да кәмпиттерді ашып, не жазылғанын оқып, жеп отырады. Бір кезде атмосфера қатты өзгереді. Іздестіру тобы түнде орманда аралап, ақыры баланы және өлі қызды табады. Негізінде шынымен де мультикті әртүрлі түсінуге болады. Біреулер айтады, баланың өлілерді көру қасиеті бар деп. Ал біреулер бала өзі өлім үстінде жүр дейді. Өз ойларыңызды комментке қалдырыңыздар. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.